Ертеде ауыл тұрғындарының бәріне ұнамсыз бір кісі болыпты. Жанына жуып кеткен кісіге зиянын тигізіп, соңын жаға жыртысуға дейін апарып, екінші жоламайтындай қылып жібереді екен. Ауыл тұрғындарының барлығы дерлік оны көрсе ұзақтан айналып қашып кетуге тырысатын. Әлгі кісінің жары өзін қанша ұрып соқса да, еріне қарсы сөз айтпайтын өте сабырлы әйел еді. Күндердің бірінде қиқар мінезді көкеміз төсек тартып жатып қалады. Күн өткен сайын дерті асқынып, салмағын жоғалтып, қу сүйекке айналады. Қанша жаман болса да, ерінің саулығын тілеп, әйелі әр намазында дұға жасайды. Сәске уақытында ерінің жағдайын білуге жанына келгенінде, ерінің жан тапсырғанын байқайды. Жұбайынан айырылу кімге жеңіл дейсін? Егіліп, ауыл имамының үйіне келеді. Жағдайды есіткен имам: еріңіздің еш мешітке келгенін көрген емеспін. Қай жерде болсын, көрінген адаммен жанжалдасып, жаға жыртысып жататын. Ренжімеңіз, күйеуіңіздің жаназасын шығара алмаймын деген күтпеген жауап айтады. Шарасыз әйел үйіне келіп, ерінің мәйітін жуындырып, өзі кебіндейді. Көршілерінен де қанша көмек сұрағанымен еш нәтиже шықпайды. Барлығы ат-тонын ала қашады. Ерінің мәйітін жер қойнына табыстауға да өзі алып шығады. Әбігерге түскен әйелге жан баласы көмекке келмейді. Мәйітті әзер дегенде ауыл сыртына шығарады. Әбден әлі бітіп шарасыз қалған тұста өзіне қарай біреудің келе жатқанын көреді. Жасы егде тартқан, қой бағып жүрген шопан екен. Әйел көз жасын көл етіп, болған жайды баяндап, жәрдем етуін сұрайды. Қойшы сөзге келместен мәйіттің қабірін қазып, жерлеп дұға бағыштайды. Әйел болса алғысын жаудырып үйіне қайтады. Ертеңіне таң атпай, біреу ауыл имамының есігін қағады. Ұйқылы ояу есікті ашқан имамға: бір түстен шошып ояндым, кеше ғана дүниеден өткен пәленшені көрдім. Ол жанатта жүр екен, онысымен қоймай бізге: мен сендерді кешірдім деп жымиды дейді. Негізінде дәл осы түсті имамның өзі де көрген болатын. Асығыс-үсігіс әлгі бақилық болған кісінің әйеліне келіп, ерінің жаназасын кім оқығанын сұрайды. Әйел ауыл сыртындағы мал бағып жүрген қойшының жерлеп бергенін айтады. Имам жанындағы кісілерді ертіп қойшының үйіне келеді. Қойшы қонақтарды үйге кіргізіп, сүт ұсынады. Бар жылы жұмсағын алдарына қояды. Имам кешегі мәйіттің жаназасын қалай оқығанын сұрағанда, қойшы: менің жаназа шығаратын білімім жоқ, алайда елден көргенімді жасап, жер қойнына табыстадым да, алақанымды жайып: я Раббым, үйіме келген әр кісіге сенің қонағың деп қабылдап, барымды жайып саламын. Бүгін міне менің қонағым саған аттанып барады, жақсы қарсы аласың деп үміттенемін деп дұға жасадым депті.